Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен бақытты баламын. Сабаққа дайын болсаңыздар, әрі қарай жалғастырайық. Бұл сабақта сен кейіпкердің іс-әрекетін бағалайсың, оқиғалардың маңызды тұстарын талдап салыстыратын боласың. Ең алдымен топтық жұмыс жасайық. Кесте бойынша ойларыңды айтыңдар. Бақыт деген қай сөзбен сәйкес келеді деп ойлайсың? Бақыт ол ата-ана, ақша, өнер, атақ, денсаулық, білім, байлық немесе жағымды мінез-құлық. Осы жерде кестеде көрсетілген қай құндылық сенің бойыңда табылса, немесе өміріңде кездессе, бақытты болар едің. Ойланып, өз ойыңмен бөліс. Олай болса, ең алдымен мына сұраққа жауап беріп көрейік. Отбасында, өмірде бақытты болу үшін не істер едің? Ойланып көрдің бе? Жалпы бақыт деген не? Сен қалай түсінесің? Сыныптастарыңмен өз ойыңды айтып бөліс. Олай болса, осы сұрақтың жауабын бірге іздеп көрейік. Оқулығымыздың 81-ші бетіндегі бақыт деген не? Түрік халық ертегісін бірге оқып, мазмұнын ашып көрейік. Ертеде бір бозбала болыпты. Ол өзінің кедейлігін айтып, үнемі мұңаяды екен. Ой, шіркін-ай, мол байлығым болса, өмірімде жақсы болар еді. Бақытты болып, қызық дәурен сүрер едім, деп армандайды екен. Бір күні үйінің жанынан өтіп бара жатқан тас қалаушы шебер бозбаланың сөзін естіп қалады. Қасына барып, сен неге соншама қайғыра бересің? Сенің мол байлығың бар ғой, мұңая берме, дейді. Менің байлығым бар, дейсіз бе? Деп бозбала таңғалады. Қайда ол байлық? Қандай байлықты айтып тұрсыз өзіңіз? Балалар, бұл жерде тас қалаушы қандай байлықты айтып тұр деп ойлайсыздар? Болжап көрейік. Сенің баға жетпес байлығың, айналаңда анық көретін көздерің, дейді қария. Бір көзіңді қанша ақшаға сатар едің, немесе ақысына басқа не сұрайсың, дейді шебер. Не айтып тұрсыз, деп бозбала шошып кетеді. Мен көзімді ешқандай ақшаға да, басқа қымбат дүниеге де бермеймін. Жарайды, дейді тас қалаушы. Онда қолыңды кесіп сат. Ақысына көп алтын аласың. Жоқ, мен қолдарымды да ешқандай алтынға бермеймін, дейді бозбала безілдеп. Балам, менің ойымды енді өзің де түсінген шығарсың, дейді тас қалаушы қария. Ал балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? Біздің ең басты байлығымыз денсаулық екеніне келісесіздер ме? Өз ойыңмен бөліс. Сен өте бай, нағыз бақытты адамсың, қайғыра берме. Көпті көрген мен сияқты қарттың сөзіне сен. Адамның ең зор байлығы денінің саулығы. Денсаулықты ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың. Дені сау адам ең бақытты адам, деп қария бара жатқан жолымен кері қарай жүріп кетіпті. Балалар, ертегі түсінікті болды деген ойдамын. Қарияның айтып тұрған бақыт дегені сонымен не екен? Қарияның айтуымен келісесің бе? Өз ойыңмен бөліс. Мәтін түсінікті болса, ойлан. Бозбала тас қалаушының сөзінен не түсінді? Дені сау адам ең бақытты адам, денсаулық зор байлық деп неге айтылған?
осы сұрақтың жауаптарын іздеп жауап беріп көр. Әрине балалар, бозбала тас қалаушының сөзінен ең бақытты байлық денінің саулығы екенін түсінді. Бұл өмірде дені сау адам ең бақытты адам екенін ұмытпайық. Әрдайымда денсаулығымызды күтіп ұстауға тырысайық балалар. Бірінші тапсырма. Тас қашайтын шебер мен бозбаланың мінезін салыстырыңдар. Төменде көрсетілген кестеге назар аудар. Шебер ол қандай адам? Ал бозбала ше? Сөздікке назар аудар. Бозбала деген ол жеткіншек деген мағынаны білдіреді. Олай болса, өз ойыңды айтып, салыстырып көр. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырма. Дәлелде. Неліктен денсаулықты сатып алуға болмайды? Қалай ойлайсың? Осы пікірмен қосыласың ба? Әрине балалар, денсаулық ешқандай құнды ақшаға да, бағалы алтынға да сатылмайды. Сол себепті денсаулықты күтіп ұстау керек. Денсаулық бізге берілген аманат екенін ұмытпайық. Денсаулығың болмаса, дүние бос. Балалар, бүгінгі сабақ арқылы денсаулықтың адам өміріндегі ең басты нәрсе екенін түсінген боларсыздар. Денсаулық туралы нақыл сөздер. Денсаулық байлықтан қымбат. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Дертке шалдыққанша денсаулықтың қадірін ешкім де білмейді. Бұл нақыл сөздерді жаттап, есте сақтап жүрейік. Тамаша. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Оқу тапсырмасы. Денсаулық туралы мақал-мәтел жазып, жаттап ал. Ертегіні тағы да бір рет оқып шығып, мазмұнын тағы да бір рет досыңа айтып бер. Бұл ертегімен қасымыздағы достарымызбен бөлісейік. Тамаша балалар, бүгінгі сабақтан сен кейіпкердің іс-әрекетін бағаладың. Оқиғалардың маңызды тұстарын талдап, салыстыра алдың. Келесі кездескенше сау болыңыздар.